Bir күні арыстан ұйқыдан жаңа оянып, есінеп отырса, салып отырып түлкі келеді. Сәлеметсіз бе Арыстан аға? Сізді де іздеп келіп еді. Жайшылық па? Қандай шаруамен жүрсің? Арыстан аға, санау Қарылтаудың ар жағында балбырап тұрған бау бар. Бұдан шыға берісте Көкорай шалғын сай бар. Сол сайдың бойында мыңғырап жайылып жүрген сансыз көп қой бар. Қасыңызға біразын нөкер ертіп алып барсаңыз, шіркін ай, шылқамайға бір кенер едіңіз ау. Мынауың ақыл екен. Қарным ашып отыр еді. Ол қойдарға тезірек жетейік. Қасымызға кімдер толса екен? Жүйріктіден жолбарысты, білектіден аюды, Қарылыдан қасқырды алайық. Өңкей батырдың ортасына бір қорқақ та керек болар. Қоянды да ертек. Дарас. Арыстан түлкінің тілін алады. Сөйтіп, арыстан, жолбарыс, аю, қасқыр, түлкі, қоян жолдас болып жолға шығады. Кешке қарай орманның ашықтау бір алаңқайына жетіп, түнемекші болады. Қарнымыз ашты ғой. Не жейміз? Сонда түлкі арыстанның алдына келіп, қол қусырып тұрып, мынаны айтады. Арыстан біздің ағамыз, ағамызға кім дейсің? Аю біздің жолым би, жолым биге кім дейсің? Қасқыр біздің қабан биге кім дейсің? Түлкі біздің түмен биге кім дейсің? Қоян біздің қойымыз, қойымызды сойыңыз. Қарындар ашып отырған аңдар қоянды тарпа бас салады. Сол күні қоянды бөліп жеп, барымен базар десіп жатады да, ертеңіне тағда жолға жүреді. Күнімен демалмастан жүріп, кешкі қонаға бір сайдың басына келіп тоқтайды. Арыстан түлкіге бұрылып, қарнымыз ашты. Не жейміз? Арыстан біздің ағамыз, ағамызға кім дейсің? Жолбарыс біздің жолым биге кім дейсің? Қасқыр біздің қабан биге кім дейсің? Түлкі біздің түмен биге кім дейсің? Аю біздің қоңыр қойды жықта сой. Түлкінің сөзін естісімен жолбарыс аюды алып ұрып, жәукемдей бастайды. Төртеуі аюдың етіне тойып алып ұйықтайды да, ертеңіне тағда жолға шығады. Төртеуі қас қарая өзеннің жағасына келіп тоқтайды. Арыстан тағда үйреншікті әнне басып, қарнымыз ашты. Не жейміз? Арыстан біздің ағамыз, ағамызға кім дейсің? Жолбарыс біздің жолым биге кім дейсің? Түлкі біздің түмен биге кім дейсің? Қасқыр біздің қасымыз, бүгін жейтін асымыз. Түлкі сөзін аяқтасымен ақ жолбарыс қасқырды жарып салады. Таңертең тағы да жолға шығады. Күнімен жүріп отырып, кешке қарай бір таудың етегіне келеді. Сол арада түнемекші болады. Үшеуі үш жерге шоқиып отырады. Сол кезде дәндеген арыстан тағда түлкіге қарап, қарнымыз ашты. Не жейміз? Арыстан біздің ағамыз, ағамызға кім дейсің? Түлкі біздің түмен биге кім дейсің? Жолбарыс бізге жан азық, бүгінгі таңға мол азық. Осы сәтте арыстан ағаң жолбарысты бас салады. Жолбарысты пырлауын қойған кезде түлкі де келіп терсін сыпыруға кіріседі. Екеуі жолбарысты жеп болып ұйықтайды. Таңертең екі дос арып-талып, таудың басына өрмелеп шығады. Арыстан солқылдап, шаршап тұрса, түлкі бір биік шыңның басына шығып, Арыстан аға, тезірек бері
жақын тұр. Әнекей, секірейік, әнекей. Аппа! Түлкінің сөзіне алданған арыстан шыңнан секіріп кететті. Тастан тасқа соғылып, қызыл жоса қан болып мертігет. Мұны көрген түлкі оның қасына келіп, Арыстан аға, дос едік қой, өлімтігіңді қарға құзынға жем қылмайын. Осыдан кейін түлкі арыстанның терісін жайлап сыпыра бастайды.